Енді осы және өзгеде жаңалықтары жөнінде толығырақ. Қызыл су басып жатқан Қызылорда облысындағы ауылдардың жағдайы қиындай түсті. Әсіресе Қазалы аудандағы жағдай мүшкіл. Мұнда бірнеше елді мекенді су шайып кеткен. Соның салдарынан тұрғындар төрт түліктерінен айырылып, қыруар шығынға батып жатыр. Міне қанша малдың тұрған тұрысы мынау. Бізге бұндай су боларын ескерткен жоқ ешкім. Үйге жетіп тұрайын үйдің жанында тұр. Сырдария өзенінің арнасынан асуына Басықара су торабындағы мұз кептелісі себеп болған. Адасы баққан су шаруа қожалықтарын шайып кетіпті. Бастары аман қалғанымен қыруар шығынға ұшыраған ауылдықтар тасқынды өздері таспаға түсіріп алған. Сайда орналасқан қоралар толығымен қызыл су астында қалыпты. Малдың көбі суға тұншығып қатса, кейбірі биіктеу жерге дейін жүзіп барған екен. Тасқыннан негізінен Қазалы аудандағы Басықара, Сарыкөл және Құмжиек ауылдары зардап шегуде. Аудан орталығымен байланыстыратын жолдарды су шайғандықтан қатынаста жоқ. Апат аймағындағы жұрт мамандардың алдын ала ескерту жасамағанына ренжулі. Ал шенеуніктер судың қанша жерге таралғанын және келтірілген шығын көлемін есептеуге кірісіп кетті. Қызыл су басқан аймақта кеше төтенше жағдай жарияланғанын айта кетейік.